Жанболат, жаңа сабағымыз қызық болайын деп тұр. Компьютерлік вирустар туралы дейді. Вирус дейсің бе? Адам ауырып қалғанда бола ма? Компьютер ол кішкентай қала сияқты. Әр бағдарлама өз жұмысын атқарып жатады. Мынау нағыз бұзақы ғой. Дұрыс байқадың. Бұл зиянды бағдарлама, яғни компьютерлік вирус. Мынау Троян. Сенің досың болып көрінеді, бірақ артында вирус жасырады. Ал мынау шпион. Сен байқамай тұрғанда құпия деректеріңді ұрлайды. Ал мынау жарнама вирус. Ашсаң, 1000 терезе шығып кетеді. Бұлар нағыз алаяқтар екен ғой. Компьютерді осындай зиянкестерден қорғау үшін 3 маңызды ережені есте сақтаңдар. Бейтаныс сайттарға кірме, күдікті файлдарды жүктеме, антивирус орнат. Міне, енді тыныштық орнады. Ең бастысы сақ болу. Қауіп көзге көрінбесе де зиянды болуы мүмкін. Жарайсыңдар балалар, бүгін вирустар мен зиянды бағдарламалардан қорғану жолын білдіңдер. Енді үйдегі компьютерлеріне де антивирус орнатыңдар. Көрдіңдер ме достар, компьютерде ауырады. Бірақ егер біз сақ болсақ, бәрі жақсы болады. Келесі сабақта кездескенше.